Бәріңе сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мына менің 6 есікті шифонерімді жинастыратын болам. Мына жақта жігітімнің киімдері, ол өзі жоғары жағын өзі кеше жинап қойды. Мына жақта менің киімдерім, қазір өзім жинастырам. Мына жақта пастельдер, сүлгілер, баламның киімдері, мына жақта менің киімдерім, мына жақта сумка, косметика заттар, астында артық сондай майда-шүйде заттар, барлығын жинастыру керек. Одан кейін мына есікте бізде бұл жақта да менің киімдерім, мына жақтың бәрі менің киімдерім, астында аяқ киімдерім, барлығын реттеу керек. Мына жақтағы менің қыстық киімдерім, соны полкаға шығарып, мына жаққа бүктеу керек. Мына жақта қазір көбісі жаздық киімдерімді салып тастау керек. Көбісі жаздық киімдер тұр да мына жерде. Ал енді бастаймыз. Ал мен болдым. Мына жерде балама сыятын киімдері келесі жазға, жаз мезгіліне. Ал мыналар уже қысқарып қалған киімдері, мыналар. Мынау сүлгісі, халаты суға түскен кезде. Мынау енді қазіргіге киетін киімдері, үйге киетіні бар, көшеге киетіні бар. Қалың киімдері аз екен жазғы киімдеріне қарағанда. Мына жақта енді алдыңғы қыстан қалған нәскиге, білмеймін қазір кигізіп көреміз. Жуа-жуа мынандай қысқарып қалған ғой. Мынау соны ойлау екен. Бір пачка носки алу керек. Мыналарда ескі алдыңғы жылдан қалған носкилері. Сол қазір мына жаққа салатын болам. Ал достар, мен өзімнің киімдер салған полкамды босаттым. Олар мына жерде жаздық және күздік киімдер енді аз, мына жерде араласқан. Көбісі жаздық киімдер. Қазір осыны дұрыстап реттейтін болам, киетінін, кимейтінін. Одан кейін мына бір пакеттерде бірыңғай қыстық киімдерім. Қазір полкама жинап бәрін салам. Кимейтін киімдерді бөлек, киетіндерін бөлек. Мінекей сүлгілер, пастельдер жиналды. Мына жерде баланың шкафы жиналды, полкасы. Мына жерде менің киімдерім, заттарым. Мына жақта сумкалар, мына жақта артық сондай заттар. Алдыңғыға қарағанда біраз жиналып қалды.
Достар, қазақша каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, парақшама подписация басып, тіркеліп, және де комментарийға өз ойларыңызды қалдыруды ұмытпаңыздар.